Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз 4-ші сыныптың қазақ тілінің 66-ші сабағын өтетін боламыз. Балалар міндетті түрде біздің арнамызға подписаться батырмасын басып жазылып, біздің арнамызға жазылып алыңдар. Себебі біздің арнамыздан қазақ тілінен басқа математика сабақтарын тегін оқып, өздеріңнің үй жұмыстарыңды жасап, түсінбеген тақырыптарыңды, сабақтарыңды біздің видеоларымыздан қарап, өздеріңнің сабақтарыңды жасай аласыңдар балалар. Енді балалар бүгінгі сабағымызды бастайық, иә? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғаттың таңғажайып құбылыстары, сөз таптары. Дереккөздерден ақпарат табамын, жаңа сөздің мағынасын анықтаймын. Енді бірінші бізде балалар 6-шы жаттығу. Мәтінді оқып, өзіңе түсініксіз сөздерді белгіле дейді. Кемпір қосақ. Қапырық ыстықтан кейін бұлт қоюлады, нөсерлетіп жаңбыр жауады. Жаңбыр басылған соң бұлт сейіліп, көк жиектен батып бара жатқан күн көрінеді. Дәл осы кезде тарап бара жатқан қара бұлттың арасына жерге қарай иілген алып тоға тәрізді кемпір қосақ пайда болады. Оның бір-бірімен жарыса астасқан 7 жолағы 7 түрге боялған. Сонда кемпір қосақ дегеніміз не? Аспан күмбезінде мұндай ғаламат қайдан пайда болады? Бұған себепші болған нәрсе бұлайша ақ болып көрінгенімен шындығында 7 түстен тұратын жарық сәуле, кәдімгі күннің жарығы екен. Енді балалар бұл жерден бізге түсініксіз сөздерді белгілеп, мағынасын түсіндір деп тұр, иә? Бұл жерде балалар бірінші қапырық сөзі. Бұл бізде ыстық күн деген сөз екен, иә? Соны білдіреді екен. Келесі доға. Доға дегеніміз бізде балалар иілген сызық екен, иә? Яғни былайша айтқанда дөңгелектің жартысы сияқты доға деп аталады екен. Келесі кемпір қосақ, ол бізде аспан күмбезінде түрлі түсті доға түрінде көрінетін атмосферадағы оптикалық құбылыс екен балалар. Одан кейін балалар бізде аспан күмбезі. Аспан күмбезі ол бақылаушыға киіз үйдің төбесі сияқты болып көрінетін күмбез екен. Енді бізге балалар сөздіктен кестедегі сөздердің мағынасын анықта, сөздерді сөз таптарына ажырат дейді. Яғни бізде балалар қапырық, нөсерлету, сейілу, көкжиек, ғаламат, жолақ деген сөздер берілген. Сол сөздер менің білуімше сөздіктен анықтағаным қай сөз табы дегенін біз кестені толтырып жазуымыз керекпіз. Енді балалар, бұл жерде былай болады. Бірінші сөз бізде қапырық сөзге, бұл бізде өте ыстық күн дегенді білдіреді екен. Ал сөздіктен анықтағаным күннің қатты қызған кезі екен, иә? Қапырық сөзі бізде балалар зат есімге жатады, себебі не деген сұраққа жауап береді. Келесі нөсерлету. Қатты жаңбыр екен, иә? Сөздіктен анықтағаным күшті, бірақ қысқа мерзімді жаңбыр дейді. Енді балалар, нөсерлету деген бізде не істеу деген сұраққа жауап беріп тұрғаннан кейін бұл бізде етістікке жатады екен, иә? Келесі бізде балалар сейілу сөзі. Сейілу бізде балалар менің білуімше тарау, иә? Сөздіктен анықтағаным ол сереу, айығу дегенді білдіреді екен. Ал бұл балалар сейілу не істеу деген сұраққа жауап беріп тұрғандықтан бізде етістікке жатады екен. Келесі бізде балалар көкжиек сөзі. Менің білуімше бұл жер мен аспан біріккен жер. Ал сөздіктен анықтағаным аспан мен жер бетінің астасып көрінетін сызығы екен. Бұл бізде балалар көкжиек сөзі не деген сұраққа жауап береді, сол себепті зат есімге жатады екен. Келесі сөз бізде балалар ғаламат сөзі. Менің білуімше бұл ғажап, керемет дегенді білдіреді. Ал сөздіктен анықтағаным ғажайып, құбылыс дегенді білдіреді екен. Енді балалар қай сөз табы? Ғаламат сөзі бізде қандай деген сұраққа жауап бергендіктен сын есімге жатады екен. Келесі жолақ сөзі. Менің білуімше бұл сызық, иә? Ал сөздіктен анықтағаным ол да сызық екен, иә? Енді балалар, жолақ сөзі бізде зат есімге жатады, себебі ол бізде не деген сұраққа жауап береді екен балалар. Өстіп балалар, өздерің кестені дәптерлеріңе әдемі етіп сызып, осылайынан кестені толтырып алыңдар. Келесі бізде балалар 7-ші жаттығу. Жұмбақты жатқа жазып, шешуін тап дейді. Жарқылдан соң жаңағы суға бөкті баралап, көкте түрлі жолақты өрнек тұрды ғаламат. Әли Ысқабаев дейді. Түсініксіз сөздердің мағынасын анықта дейді. Енді балалар бірінші жұмбақта осылай етіп жаттап жазып алыңдар, иә, дәптерлеріңе. Енді бұл жұмбақтың шешуі қандай? Бұл жұмбақтың шешуі бізде кемпір қосақ екен балалар.
Енді балалар, осы жерден біз түсініксіз сөздердің мағынасын жазуымыз керекпіз, иә. Мысалы, балалар, бөкті сөз, яғни бастапқы формасы бізде бөгу деген, иә. Бөгу бізде басты, жиылды, жайылды, яғни жайылу деген мағынаны білдіреді екен. Келесі бізде алап сөзі. Алап сөзі бізде, балалар, алқап, аймақ, өлке, яғни жер, иә, үлкен жерді білдіреді алап дегеніміз. Келесі бізде 8-ші жаттығу. 6-шы, 7-ші жаттығуларда берілген мәтіндерді салыстырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын анықта дейді. Қайсысы көркем, қайсысы ғылыми танымдық мәтін дейді. Енді балалар, бұл жерде бізде 6-шы жаттығудағы кемпір қосақ мәтіні мен 7-ші жаттығудағы жұмбақтың ұқсастығы, бұл жерде балалар екеуі де кемпір қосақ жайлы, иә. Ал енді балалар, айырмашылықтары, бұл жерде бірінші мәтін ғылыми танымдық мәтін болса, екінші мәтін бізде көркем мәтінге жатады екен, балалар. Келесі бізде, балалар, 9-шы жаттығу. Жұмбақтар жинағы кітаптарынан төменде берілген сөздердің бірі туралы жұмбақ тауып жаз дейді. Сүңгі, жаңғырық, тұман, бұршақ дейді. Одан кейін, балалар, жазған жұмбағыңда сын есім, сан есім, етістіктердің қай сөз табына, қай сөзбен байланысып тұрғанын дәлелде дейді. Енді балалар, бұл жерде мен бұршақ сөзін алдым, иә. Осы сөзге мен жұмбақ тауып жазуым керекпін. Енді бұл жерде, балалар, мен мынандай жұмбақ алдым. Төгілген жерге ақ моншақ ғайып болды сол шақта. Енді балалар, бұл жұмбақтың жауабы бізде бұршақ, иә. Енді балалар, бұл жерде бізде сын есімдер ақ және төгілген ғайып болды деген етістіктер бар екен. Осы сөздердің қандай сөзбен байланысып тұрғанын мен сендерге көрсетейін, иә. Төгілген жерге ақ моншақ. Бұл жерде, балалар, төгілген жерге деп байланысады, яғни жерге дегеніміз қайда деген сұраққа жауап береді, яғни бұл бізде тұрлаусыз мүшемен байланысып тұр екен. Одан кейін ақ сөзі, ақ сын есімі бізде моншақ сөзімен байланысып тұр екен. Ақ моншақ, яғни зат есіммен байланысып тұр екен, иә. Келесі ғайып болды сол шақта. Бұл жерде, балалар, бірінші ғайып болды деп байланысады, одан кейін ғайып болды сол шақтақ деп байланысады екен. Яғни сол шақта дегеніміз қашан деген сұраққа жауап береді, яғни бұл бізде тұрлаусыз мүшемен байланысып тұр екен, иә, балалар. Келесі бізде, балалар, 10-шы жаттығу. Тірек сызбаны пайдаланып сөз таптары қалай аталатынына және олардың сұрақтарына назар аудар дейді. Сұрақтарына қарап, сол сөз табының қандай мағына білдіретінін айтуға бола ма? Болса, әр сөз табының ережесін шығарып көр дейді, иә. Бұл жерде, балалар, 9 сөз табы және олардың сұрақтары берілген. Сол бойынша біз олардың ережелерін шығарып көрейік, иә. Бірінші бізде, балалар, зат есімі, заттың, құбылыстың атын білдіріп, кім, не деген сұраққа жауап беретін сөз табы. Келесі, сан есім, заттың санын, мөлшерін, ретін, шамасын білдіретін сөз табы. Одан кейін сын есім, заттың түсін, сапасын, белгісін, күйін, салмағын, көлемін, иісін, тағы басқа қасиеттерін білдіретін сөздер екен, балалар. Одан кейін етістік, заттың қимылын сипаттайтын сөз табы етістік деп аталады екен, иә. Осындай сөз бізде етістік екен, сөз табы. Келесі есімдіктер, заттың атын, сынын, санын, олардың аттарын білдірмейтін, бірақ солардың, яғни зат есім, сын есім, сан есімдердің орнына жұмсалатын сөз табы екен, иә. Яғни, балалар, есімдіктер, яғни бізде зат есім, сын есім, сан есімдердің сұрақтарына жауап беріп, солардың орнына жұмсалады екен. Одан кейін, балалар, бізде үстеу, іс-әрекеттің, қимылдың сындық, сапалық белгісінің сипатын, жай күйін білдіреді екен, балалар. Келесі шылау бізде сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді байланыстыратын және өзі тіркескен сөзге қосымша мағына беретін көмекші сөздің бір түрі екен, балалар. Келесі бізде, балалар, одағай, толық мағынасы болмайтын, адамның түрлі көңіл күйін білдіретін және жан-жануарларға қаратылып айтылатын сөздер екен, иә, балалар. Келесі бізде, балалар, еліктеу сөздер. Табиғат құбылыстары мен жан-жануарларда болатын әр алуан дыбыстарға және олардың сын сипат, қимыл әрекеттеріне еліктеуден туған сөздер екен, балалар. Осылар бізде, балалар, сөз табы болады екен, иә, балалар.
Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Міндетті түрде подписаться батырмасын басып біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан балалар, сендер қазақ тілі математика сабақтарын өздерің оқып, өздеріңнің білімдеріңді көтере аласыңдар балалар. Келесі кездескенше балалар, сау саламатта болыңдар.